Құран кәрімдегі жол 3-ші сүре Али Ғымран 59-шы аятта шынымен де Хақ тағаланың алдында Мәриям ұлы Иса Мәсіхтің жағдайы адам ата сияқты. Ол адамды топырақтан жасап, бол дегенде солай болды. Бірақ адам ата мен Хауа ана Хақ тағаланың тілін алмай, тыйым салынған харам етілген жемісті жеді. Солайша олар жұмақтан қуылды. Адам ата харам жемісті жеп күнә жасады. 2-ші сүре Әл-Бақра 35-36 аяттар куәлік келтіреді. Адамның қанына күнә кіріп, тәні өлімге душар болды. Бірақ пәк Мәриямнан туылған Иса Мәсіх ешқашан күнә жасаған жоқ. Ол тазалық пен пәктіктің символы, және барлық адамзатқа рақым. 19-ші сүре 19-21 аяттар куә. Бұл біткен іс. Иса Мәсіхке сенушілер оның өліп тірілгеніне сенеді, бірақ кейбір адамдар сенбейді, және былай айтады: барлық адамдардың күнәлары үшін бір адам қалайша өле алады дейді. Бірақ 5-ші сүре Әл-Маида 32-ші аятта егер бір әділ адамды өлтірсе, бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең делінген.